ата заңымызда жаңа даму моделін ұсынып отыр президентіміз. Ол ғылым және технология, жасанды интеллект, робототехника саласында үлкен түбегейлі өзгерістер келе жатыр. Технологиялардың жаңа түрлері пайда болып жатыр. Осыған байланысты заманның талабына сай Конституцияның жаңа редакциясы дайындалып отыр. Миранда ережесі қазір біздің Конституцияға еніп отыр. Жаңа Конституцияның жобасына темірқазық болып тұрған сәулетті Қазақстан, адал азамат, заң мен тәртіп қағидаттарын ұсыныс ретінде осы Түркістан жерінде айтқан болатын. Қазақ тамаша айтады, заң басқа, заман басқа дейді. Бүгінгі заманға сәйкескен заң болып отыр. Әке асқар тау, ана қайнар бұлақ, а бала жағасындағы құрақ дейді. Бұл біздің Конституцияда айқын көрсетілген. Егер ата заң рельсі болса, мына бағдаршамдарыңыз біздің парламенттің шығарып отқан заңы. Локомотив ол үкімет пен біздің мемлекет. Сол локомотивке отырған халық осы локомотивтің иесі және жолаушысы. Жаңа Конституциямыз бізге әділ де баянды, тәуелсіздігіміз толығы, елдігіміз мәңгілік болуға деп тілейміз. Конституцияның негізгі өзегі адамның дұрыс дамуы, біздің балаларымыздың дұрыс оқуы, дұрыс жүруі, тез үйренуі, көп тіл білуі деген сияқты мәселелер осы Конституцияның ішінде бар.